Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға цифрлы педагогика пәнінен көрнекі мазмұнды құру және өңдеу тақырыбын ұсынамын. Қарастыратын мәселелер: PowerPoint ерекшеліктері, Camtasia Studio ерекшеліктері және Adobe Premiere Pro ерекшеліктері. Ұсынылатын әдебиеттер: негізгі әдебиет Зубахова Клара Жайдарбекқызы, Амирова Амина Слямханқызы, Маковецкая Анастасия Андреевна, цифрлы педагогика, Тараз, 2022 жыл. PowerPoint ерекшеліктерін ашып көрсетеміз. Оқуды шоғырландыруға және қажет болған жағдайда бастапқы бейнелерді қайта қарауға мүмкіндік беру арқылы пайдаланылады. Интерактивті бейнелерді қарапайым жасауға мүмкіндік береді. Оқытуда бейнелер мен бейне сабақтарды қолдану сияқты әдістемелік әдіс зерттелетін материалды көрнекі етуге жол ашады және білім алушылардың өзіндік дайындығының жетекші құралы бола алады. Сіздердің назарларыңызға PowerPoint презентациясының бейне жазау тақтасын ұсынамын. Назар салыңыздар. PowerPoint ерекшеліктерін атап өтеміз. Бейнені көрсету ерекшелігі. PowerPoint'та жасалған бейнелер бұл слайдтарды көрсететін бейне тізбегін біріктіру. Олар бұрын орналастырылған бейне материалдарды да қамтуы мүмкін. Бейнені сақтау, YouTube және дыбыс жолын білдіретін дауыс жазу. PowerPoint'та бейне дәрістер жасаудың қарапайымдылығымен қатар айтарлықтай кемшіліктері де баршылық. Бұл жергілікті файлды сақтау уақыты, әр слайд бөлек сақталады және аудио жазбаны түзету қажет болғандықтан сақтау процесі ұзағырақ жүреді. Сақтау уақыты слайдтардың санына және олардың мазмұнына, сондай-ақ жеке компьютердің техникалық сипаттамасына да байланысты болады. Презентацияны бейне форматында сақтауға төмендегі де талаптар қойылады. Өрістердің қатынасын орнату: 16-ның 9-ға қатынасы, әдетте 4-тің 3-ге қатынасындай. Слайдтар арасында өтулерді қосу. Мәтіндік ақпарат пен иллюстрациясы бар блоктарға көрініс, жоғалу және бөліктеу анимациясын жасау. Қажетті бейне ақпаратты қосу. Сіздердің назарларыңызға PowerPoint анимациясының қойындысын ұсынамыз. Назар салып қараңыздар. Camtasia платформасы, Camtasia студиясы. Camtasia студиясының ерекшеліктері. Бірінші ерекшелігі: Camtasia Studio пост өндірістік өңдеуі бар скринкастинг бағдарламасы. Бейнені өңдеу процесі бағдарламалық құралды таңдаудан басталады. Camtasia Studioның екінші ерекшелігі: Camtasia Studio 2019 нұсқасынан бастап аудио, бейне материалдар мен кескіндерді ғана емес, сонымен қатар PowerPoint презентацияларын қосуға мүмкіндік береді. Бұл ретте бүкіл презентация слайдтық кескіндерге бөлінген, ал бұл өңдеу процесін әлде қайда жеңілдетеді. Сіздердің назарларыңызға жобаға материалдарды қосу кескінін ұсынамыз. Назар салыңыздар. Camtasia студиясының төмендегі басты ерекшеліктерінің артықшылықтарын атап өтеміз. Бірінші артықшылық: фрагменттерді қосу. Барлық материалдар қосылғаннан кейін, оларды сюжеттер тақтасындағы тректерде қажетті ретпен орналастыру керек. Ал жоғарғы тректерде орналасқан материалдардың бейне тізбесі төменгімен қабаттасады. Екінші артықшылық: фрагменттерді жою мүмкіндігі. Фрагментті жою. Материалдармен жұмыс істеу процесі жазбаның сәтсіз фрагменттерін жоюдан басталады. Ол үшін сюжеттік тақта тректерінің үстіндегі терезенің сол жағында орналасқан құралдар тақталарын қолдануға мүмкіндік бар. Барлық сәтсіз фрагменттерді алып тастағаннан кейін ең қарапайым бейне дәріс жасалған деп болжауға мүмкіншілік бар. Бірақ ол болашақ тыңдаушыларға
тартымды болу үшін қол жетімді чиптерді пайдалану арқылы оны тағы да әрлеу мүмкіндігі бар. Материалдарды монтаждау үшін жолдарға орналастыру қажет. Сіздердің назарларыңызға материалдарды монтаждау үшін жолдарға орналастыру ұсынылды. Назар салып қараңыздар. Тітіркендіргіш дыбыстарды, яғни шулар, тінтудің шертулері жою үшін бейне дауыстар анимация қосуға мүмкіншілік бар. Фонда дауыссыз музыканы да жіберуге болады. Camtasia студияның басты артықшылықтарын атап өтеміз. Бейнені өңдеу процесі аяқталғаннан кейін алынған файлды MP4 пішімінде сақтауға болады. Келесі түймесін басқаннан кейін рендеринг процесі басталады. Оның ұзақтығы видео дәрістің ұзақтығына және компьютердің техникалық сипаттамаларына байланысты болады. Оперативті жады мен видеокартаның ең үлкен көлемі бар. Компьютерде бейнелерді сақтау процесі әлде қайда жоғары. Керісінше, әлсіз компьютерлерде көрсету жүйелік жадтың жеткіліксіздігін көрсететін қате туралы хабарламалар бірге жүруі мүмкін. Сақтау мүмкін емес. Сіздердің назарларыңызға бейнені өңдеудің қосымша опциялары ұсынылды. Зегін салып қараңыздар. Adobe Premiere Pro ерекшеліктерін атап өтеміз. Adobe Premiere Pro бейне өңдеуге арналған жетекші кәсіби бағдарламалық құрал. Шығармашылық құралдар және басқа қолданбалармен және қызметтермен біріктірулер кадрларды мінсіз бейне кадрға айналдыруға көмектеседі. Сіздердің назарларыңызға Adobe Premiere Pro жұмыс кеңістігі ұсынылды. Назар салыңыздар. Adobe Premiere Pro ерекшеліктерін саралап өтеміз. Кез келген камерадан кадрларды өңдеуге мүмкіншілік бар. Premiere Pro басқа қолданбалармен, соның ішінде басқа да бағдарламамен интеграциялана алады. Бейнені қайта пішімдей алады. Авто сақтауға мүмкіншілік бар. Мыңдаған жоғары сапалы аудио файлдарға қол жетімді. Premiere Pro көмегімен жоғары сапалы жаттығу бейнелерін жасауға мүмкіншілік бар. Бейнелерді импорттау және жазылған дәрістерді өңдеуге мүмкіншілік бар. Сіздердің назарларыңызға Adobe Premiere Pro эквалайзері ұсынылды. Назар салыңыздар. Premiere Pro'ның басқа бейне өңдеу бағдарламаларынан айырмашылығы түстерді түзетуге мүмкіндік береді. Дыбыс параметрлерін реттеуге мүмкіндік беретін кіріктірілген эквалайзері бар. Adobe Premiere Pro түсті өзгерту операциясы. Premiere Pro кадрларды біріктіру үшін жұмыс үстелінде немесе мобильді құрылғыда пайдалануға болатын түрлі өңдеу құралдарын ұсынады. Autoplay Media студиясы. Autoplay Media студия мультимедиалық жобаларды жасауға арналған бағдарлама. Autoplay Media студия көмегімен электронды оқулықтарды, CD, DVD мұқабаларын, презентацияларды, қарапайым ойындарды, электронды фотоальбомдарды көруге және оңай бейнелеуге мүмкіншілік бар. Және қарапайым аудио және бейне ойнатқыштарды жасауға мүмкіндік бар. Autoplay Media студия артықшылықтарына тоқталамыз. Үлгілердің көп түрлілігі. Autoplay Media студия бағдарламасында дайын үлгілердің көп түрі бар. Жобаны музыка, бейне, флеш анимация мәтінмен безендіруге болады. Кең ауқымдылық. Кез келген жоба объектісіне белгілі бір әрекет тағайындауға болады. Бағдарлама объектілермен байланыстыруға болатын әртүрлі әрекеттердің кең ауқымын ұсынады. Мөлдірлік маскаларының көмегімен еркін пішінді автоматты түрде қосылу терезелерін жасауға болады. Модель ретінде ұсынуға мүмкіншілік бар. Autoplay Media студия көмегімен жасалынған қолданба соңғы кезеңде нысан үлгісі ретінде ұсынылады. Бұл модель кез келген объектілерді, графика, мәтін, бейне, флеш,
HTML және тағы басқаларын орналастыруға болатын жеке беттер тобынан тұрады. Қосымша модульдер. Autoplay Media студия мүмкіндіктерін қосымша модульдер, плагиндер арқылы кеңейтуге мүмкіншілік бар. Олардың көмегімен кейбір жиі орындалатын тапсырмаларды автоматтандыруға жол ашылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.